Неліктен екінші Александр патша халық еркі ұйымының құрбаны болды? 1856 жылы Ресей империясының тағына 37 жасар Александр Николаевич отырды. Ресейдің 30 губерниясында болды, императорлардың ішінде бірінші болып Сібірде болып қайтты. Александр патша өзінің жарлығында қазіргі таңда қалыптасқан жағдай еш өзгеріссіз тұра алмайды. Басыбайлы құқықтың өзін халықтың өзі төменнен қалыптастырмай тұрғанда әрекет етіп, оны жоғарыдан алып тастау керек деп хабарлады. Бұрынғы Ресей императорлары ақсүйек дворяндардан қорыққандықтан бұндай батыл іске бара алмаған болатын. Александрға артқа шегінуге жол болмады. 7 жылға созылған ұзақ уақыт талас-тартыстан кейін 19 ақпанда 1861 жылы патша шаруаларды босату, басыбайлы құқықты жою деген манифестке қол қойды. Реформаның негізгі ережелері: шаруалар помещиктерден сатып алуға тиіс жермен бірге босатылды. Үкімет шаруаларға субсидия арқылы, кредит беру арқылы жәрдем берді. Шаруалар жер құнының 20%-ын, мемлекет 80%-ын төледі. Осы жерде сатып алынған жерлер пайдаланылатын жер көлемінен 30%-ға аз болып шықты. Помещиктер жерді өз бағасынан әлде қайда үлкен сомаға сатты. Нәтижесінде шаруалар ұзақ уақыт ел қазынасына қарыздар болып қалды. Жер былай бөлінді: халықтың 71%-ын құрайтын 99 миллион шаруа 33 миллион десятина жер алса, халықтың 1,5%-ын құрайтын 1 миллион 700 мың ақсүйек дворяндар 71,5 миллион десятина жерге ие болды. Ал басыбайлы құқықты жойғаннан кейін реформалар жалғасты. Земдік қалалық реформалар өзін басқару органдарының құрылуына алып келді. Земство мен жергілікті думалар ауданның шаруашылық мәселесін өздері шешті. Білім беру реформасы бойынша орта және жоғарғы білім беру көптеген оқу орындар салынды, университеттер статустарына ие болды. Сот реформасына сәйкес елде тегіне қарамай, табына қарамастан барлық адамдар заң алдында тең болды. Халық еркі ұйымы. София Перовская мен Андрей Желябов патшаны өлтіру үшін қастандық жоспарын құрды. 1879 жылы қараша айында Андрей Желябов жарылғышы бар минаны Александрск теміржолына қойды. Москва түбіндегі теміржолға мина орналастырды. Бұл екі қастандық та іске аспады. Халық еркі ұйымының мүшесі Степан Халтурин қысқы сарайға орналасып, жертөледе 30 килограмм динамит жинап қояды. 1880 жылы сарайда жарылыс болады, бірақ император бұл жерде болмағандықтан еш жарақат алмайды. 1 наурыз. Патша каретамен кетіп бара жатқанда қолында белгісіз заты бар адам белгі береді. Патша осы кезде жарылыс болатынын сезеді. Қолында белгісіз заты бар адам София Перовская болатын. Бұл қастандықты ұйымдастырған халық еркі ұйымының мүшесі Николай Рысаков болды. Рысаков жарылғышты дұрыс лақтырмағандықтан патша бұл жарылыста да аман қалды. Рысаков қамауға алынған болатын. Оған басқа көлікке мініп сарайға жету ұсынылды. Патша бұған келісті. Бірақ Рысаковқа жақындай бергенде екінші жарылыс орын алды. Патша өз сарайына жетіп қайтыс болды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.